қате көзіңді оңды солға болса да жүректің жарасы да бәрібір бәріне шыдам. Так, оқушылар қалайсыңдар? Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұрса, комментарияға плюс жазамыз. Айым, шүкір, жақсы, өзің қалайсың? Жұлдыз қалайсың? Окей. Так. Саламатсыз. Так, көрініп тұр ма? Экран? Слайд? Кері байланыс болса. Жақсы, слайд көрініп тұрса кеттік ал. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз жар шығару жүйесінің мүшелері туралы қарастыратын боламыз. Яғни, соның ішінде бүйрекке көп тоқталатын боламыз. Жалпы бірінші өзімді таныстыра өтейін. Мені бұл жерде танитындар да танымайтын оқушылар бар. Аты жөнім Абылайхан Шұғыла, биология пәнінің мұғалімі болып табыламын. Қазақ ұлттық қыздар универдің түлегі, яғни Женпу универдің түлегі, биология пәнінің мұғалімін. Соңғы 3 жылдың ішінде осы оқушыларды ұбт-ға дайындап келе жатырмын. Оқушылардың орташа нәтижесі, яғни арифметикалық орта балы 37 балды құрайды. Ары қарай, осы бүгін бөліп шығару жүйесінің рөліне тоқталайық. Жалпы бөліп шығару мүшелеріне не жатады? Қалай ойлайсыздар? Не білесіздер? Бөліп шығару жүйесінің мүшелеріне не жатады? Айым, Жұлдызай. Сәлем, Зарина. Дұрыс, бүйрек, сосын? Жақсы, арға жалғастыра берейік. Жалпы бізде осы бөліп шығару жүйесінің рөлі бізде бөліп шығару мүшелері арқылы судың, тұздардың және құрамда азот бар зиянды заттардың артық мөлшері осы бөліп шығару мүшелері арқылы сыртқа не істейді? Шығарылады екен. Яғни құрамда азоты бар қосылыстар нәроздар толық ыдыраған кезде түзіледі. Азоты бар қосылыстарға несеп нәрі, аммиак, жатады екен. Сонда бізде бөліп шығару жүйесінің басты рөлі деп сұрақ келсе еді, яғни зиянды заттардың артық мөлшері сыртқа шығару бізде бөліп шығару жүйесінің басты қызметі болып табылады екен. Жалпы бізде бөліп шығару жүйесінің негізгі мүшесі және қосымша мүшелеріне көп оқушылар биологияны қарамаған, кітап оқымаған оқушылар ентіға, пробныйға барған кезде бөліп шығарудың негізгі мүшесі деген сұрақты көріп қуанып кетіп, ойынан мен оқымасам да білем ғой деп барып қуық деген вариантты белгілеп қояды. Бірақ бұл бізде өте қате вариант. Бізде бөліп шығарудың негізгі мүшесі бүйректер болып табылады. Не үшін бүйректер? Неге бүйрек емес? Қалай ойлайсыздар? Не үшін бүйректер, не үшін бүйрек емес? Аружан, қалай ойлайсың? Себебі бізде бүйрек бұршақ пішінді жұп мүше. Бізде себебі бүйректің саны 2. Сонда бізде бөліп шығарудың негізгі мүшесі бізде бүйрек болып табылады. Ал бізде қосымша мүшесі деген сұрақ келсе, бөліп шығарудың қосымша мүшелері бізде несеп ағар,
қуық және жар шығару түтігі осы үш мүше бізде бөліп шығарудың қосымша мүшелері болып табылады екен. Бұл үш мүше бізде қуыс ішкі мүшелер деп те аталады екен. Жалпы бүйрек бізде бұршақ пішімді жұп мүше, олар бел бөлімінде омыртқа жотасының екі жағында орналасқан екен. Сонда бүйрек бізде, яғни бүйректер бел бөлімінде, біздің белімізде омыртқа жотамыздың екі жағында орналасқан екен. Бізде бүйректің екі қабаты болады екен, иә? Сырты қызыл қабаты бізде қыртысты қабат, іші ашық қоңыр бізде ми қабаты деп аталады екен. Бұл жердегі барлық ақпараттар бізде, жалпы біздің курста барлық ақпараттар ентідап бекітілген кітаптардан алынады. Мына суретте кітапта берілген бізде. Сонда бізде бүйректің екі қабаты болады екен. Бірінші бізде сырты қызыл, яғни қанық қызыл бізде. Мына суретті қарасаңыздар, бізде бірінші санмен, бұл бізде бірінші саны бізде бүйректің сыртқы қабаты, яғни сыртқы қызыл қоңыр болса бізде қыртысты қабат, ал іші бізде мынау төрт санмен қараңыздар, төрт санында бізде ішкі жағын көрсеткен. Бұл бізде ішкі, яғни бізде ішкі жағы бізде мынау суретке қарасаңыздар, бізде ми сияқты болып тұр, иә? Адамның миы, яғни бұл бізде милы қабат деп аталады екен. Бұл бізде бүйректің іші жағы бізде ашық қоңыр түсті болады екен. Сонда бізде бүйректе екі қабат болады екен. Сыртқы қабат және ішкі қабат. Сыртқы қабаттың түсі бізде қызыл қоңыр, мына суретте көрсетілген мына жерде, ал іші бізде ашық қоңыр түсті. Оны бізде ми қабаты деп те атайды екенбіз. Осы жер түсінікті ма? Екі қабатты бүйректің. Осы жері түсінікті ма? Бүйректе екі қабат болады екен, иә? Қыртысы және ми қабаты. Қазір оны талдайтын боламыз. Жалпы 8 дегенге оны қазір талдаймыз. Суретті жалпы ашып. Келесі. Бізде бүйректің негізгі қызметтері. Жалпы бізде бүйректің түрлі қызмет атқарады. Бізде соның ішінде сүзу, зәр шығару, су мен тұз балансын сақтау, қан қысымын реттеу және гормон бөлу деген бізде бүйректің қызметтері бар екен. Яғни сүзу дегеніміз не? Сүзу дегеніміз қан құрамындағы зиянды заттарды бізде бүйрек сүзеді екен. Зәр түзу қызметі, яғни сүзілген қалдық заттардан біз не? Бүйрек, зәр немесе, яғни несеп түзіледі екен. Су тұз балансын сақтау дегеніміз ағзадағы су мен тұз мөлшерін реттейді екен бүйрек. Сонымен қатар қан қысымын реттеуге арнайы гормондар арқылы қан қысымын қалыпты ұстайды екен. Яғни ол бізде қандай гормон, ол бізде эритропоэтин және ренин сияқты гормондарды осы бізде бүйрек бөледі екен. Сонымен бізде бүйректің негізгі қызметтері сүзу, зәр түзу, су мен тұз балансын реттеу, қан қысымын реттеу және гормон бөлу осы бүйректің негізгі қызметтері болып табылады екен. Сонымен қатар бізде ентіда бүйрекке байланысты сұралады бізде бүйректің аурулары. Жалпы бізде бүйректің төрт түрі ауруы ентіда сұралады. Соның біреуі қандай? Пиелонефрит деп аталады. Жалпы нефрит деп аяқталатын аурулар, мына гломерулонефрит, екеуі нефрит деп аталатын аурулар бізде көбінесе қабыну деген сөзбен келеді. Яғни бүйректің бактериялық қабынуы пиелонефрит деп аталса, ал мынау ауру бізде шумақтардың қабынуы, яғни зәр мен ақуыздың бөліну ауруы, яғни қабыну ауру деген сөз туса, ол бізде нефрит деп аяқталатын ауруларды білдіреді екен. Бүйрек тастары деген ауру қандай? Яғни тұздардың жиналуынан бүйректе қатты түзілістер, яғни тастар болатын ауруды бүйрек тастары, немесе бұны екінші сөзбен бұл ауруды қалай атаймыз? Бұл ауруды екінші сөзбен бізде уролитияз ауру деп те келеді. Бұл бізде мына суретті қараңыздар. Осы ауруды көрсетіп қойғам. Яғни мына тастар. Бүйректе тастардың жиналуынан пайда болатын ауруды бүйрек тастары немесе уролитияз ауруы деп атайды екен. Бүйректің жетіспеушілігі ауру дегеніміз бүйрек өз қызметін толық
атқара алмауы, яғни қызметін дұрыс атқара алмауы ауруын біз бүйректің жетіспеушілігі ауруы деп атайды екенбіз. Көбісі келетін осы екеуі бүйректің жетіспеушілігі, яғни бүйрек өз қызметін толық атқара алмайтын ауруы бүйректің жетіспеушілігі, ал бүйректе тастардың жинақталуынан пайда болатын ауруы бізде уролитиаз немесе тиаз, тас деген мағынаны біледі, немесе бүйрек тастары деген деп те аталады екен. Осы екеуі бізде ентіда көп келеді. Бүйрек жетіспеушілігі мен уролитиаз ауруы. Келесі бізде қызықты факт айта кетейік. Жалпы бізде бүйрек 1 минутта шамамен 1 литр қанды сүзеді екен. Күніне бүйрек сонда бізде қанша 1700 литрдей қан сүзеді, ал зәр ретінде 1,5 литрдей сұйықтық, яғни несеп шығарады екен бүйрек. Келесі, мына жаңа ақбота қараңыз. Енді бізде жар шығару жүйесі. Осын бізде суретін тоқталайық. Мына сурет бізде кітапта берілген, сіздерге контекст түрінде келіп қалуы мүмкін. Қарап алыңыздар. Бірінші санымен, бір санымен не көрсетілген? Бір санымен бізде оң жақ бүйрек көрсетілген, екі санымен бізде бүйрек үсті безі. Мынау бізде бүйрек үсті безі деп аталады. Екі санымен. Келесі бізде үш не? Үш бізде бүйрек венасы. Қараңыздар. Үш. Көк санымен бізде вена, ал қызыл санымен бізде мынау артерия болып табылады екен. Төрт бізде сол жақ бүйрек, ал 5 бүйрек артериясы. Міне 5 деген цифр қайда? Міне қызыл бізде қызыл қан тамыры бүйрек артериясы, көк қан тамыры бізде бүйрек венасы болып табылады. 6 бізде қолқа немесе аорта деп аталады. 6 бізде қолқа, 7 төменгі қуысты вена. Міне төменгі қуыстан жоғары қуысты вена болса, 7 төменгі қуысты вена, көк қан тамыр. Ал 8 бізде несеп ағар болып табылады екен. Ал 9 мынау не? Бұл қуық. Бүйректің бізде жар шығару жүйесінің қосымша мүшесі болып табылады екен. Жалпы сонда бізде бүйректің екі қабаттан тұрады дедік. Сыртқы қабат және ішкі қабат. Жаңа айттық, бізде сыртқы қабаты бізде қандай болады? Қаны қоңыр түсті болады, ал ішкі қабаты бізде ашық түсті болады. Сыртқы қабат немесе қыртысты қабат деп атаймыз. Ішкі қабатын не деп атаймыз? Қараңыздар. Түрі миға ұқсап кетеді, қарасаңыздар, бұл бізде милы қабат деп атайды екен. Милы қабат, яғни ішкі қабаты зәр жинаушы түкшелер орналасқан, ал сыртқы қабатта бізде нефрондардың көп бөлігі орналасқан екен. Жалпы бізде осы нефрон дегеніміз не? Нефрон дегеніміз бүйректің негізгі жұмыс бірлігі, яғни бүйректің негізгі қызмет атқаратын бізде нефрон болып табылады екен, немесе функционалдық бірлігі деп аталады. Әр бүйректе 1 миллионға жоқ нефрон болады екен. Сонда бізде әр бүйректе миллионға жоқ нефрон болады екен. Ол бүйректің негізгі жұмыс бірлігі немесе функционалдық бірлігі деп аталады екен. Осы жерге дейін түсінікті ме? Бүйректің қабаттары мен атқаратын қызметі және аурулары. Шүкір, жақсы, өзің қалайсың? Бүйректе уролитиаз ауруы, бүйректің жетіспеушілігі, бүйрек қабаттары түсінікті ме? Жақсы, Жанерке, өзің қалайсың? Кім түсінбеді, сұраймыз? Сегіз сынып. Ерқанат. Жақсы. Келесі. Мәліметтерін бүкіліне қарап отырыңыздар, барлығы бізде кітаптан алынған, яғни ентіда 100% келеді деген сөз. Ары қарай нефрон жалғастырамыз. Нефрон дегеніміз не дедік? Бүйрекке не қатысы бар? Өйткені бүйректің функционалдық бірлігі. Бір бүйректе шамамен миллионға жоқ нефрон болады екен. Келесі осы бізде нефрон бір қабатты эпителий жасушаларынан түзілген және екі бөліктен тұрады екен. Мына 65-ші суретте нефронның құрылысы көрсетілген. Нефрон капсуласынан капилляр шумағы торлап жатады екен. Жалпы бізде нефронда қараңыздар, капилляр шумағы торлап жатады екен. Ол бүйректің қыртысқы қабатында орналасқан. Капилляр шумағы байланысты қыртысты қабат едәуір қызыл түсті болады екен. Қараңыздар, екі саны. Көріп тұрсыздар ма? Бірінші капилляр шумағы. Бізде осы нефронда капилляр шумағы істеп жатады екен, қоршап жатады екен.
бізде нефронда артерия және вена қан тамырлары болады екен. Мынау бізде қызыл түсті бізде қандай қан тамыр? Бізде артерия, көк түсті бізде вена қан тамыры болып табылады екен. Келесі, осы бізде енді нефронда екі түрлі нефронда зәрдің екі кезеңі түзіледі екен. Ентіда барлығымыз білеміз, келіп жүрген сұрақ бізде зәр түзілу кезеңдеріне туралы сұрақтар көп кездеседі. Бізде зәрдің екі түрлі кезеңі болады. Түзілу кезеңі, бірінші сүзілу кезеңі, екінші қайта сору. Сүзілу кезеңі екінші немен қалай келеді? Екінші атпен қалай келеді? Фильтрация деп келеді. Фильтрлеу. Фильтрация. Яғни сүзілу кезеңі фильтрация немесе қайта сору, реабсорбция деп аталады екен. Бірінші кезеңді тұлайық. Бірінші кезеңі бізде қандай? Сүзілу кезеңі. Яғни бұл кезде қан кең артерия арқылы бүйректегі капилляр шумағына келеді екен. Бірінші кезеңде. Кейін тар артерия арқылы шығарады. Мұның салдарынан капиллярда жоғары қысым пайда болады. Сонда бізде сүзілу кезеңде, яғни бірінші кезеңде бізде жоғары қысымда жүреді. Бірінші кезең бізде осы қысымның әсерінен қан плазмасының сұйық бөлігі нефрон капсуласына өтеді. Сонда бізде бірінші реттік зәр түзеді. Сонда бірінші реттік зәр бізде нефрон капсуласынан өту арқылы жоғары қысымда жүреді екен, жоғары қысымда. Бізде бұны бірінші реттік зәр деп атаймыз. Тәулігіне шамамен 1,5 миллилитр, яғни 1,5 литр бірінші реттік зәр түзіледі екен. Тәулігіне, тәулік дегеніміз қанша? 24 сағатта, яғни бір күнде бізде 1,5 қанша литр бірінші реттік зәр түзіледі екен. Құрамы қан плазмасына ұқсас, бірақ ірі ақуыздар болмайды екен. Сонда бізде сүзілу кезеңінде фильтрация кезеңі бізде жоғары қысымда жүреді. Оны бізде сүзілу кезеңін бізде бірінші реттік зәр түзілу кезеңі деп атайды. Тәулігіне шамамен бірінші реттік зәрде 1,5 литр бірінші реттік зәр түзіледі екен. Келесі бізде зәр түзілудің екінші кезеңі қайта сору, яғни жаңа сүзілгеннен кейін оның қайта сору, яғни реабсорбция кезеңі. Бұл кезеңде бізде нефрон капсуласынан түскен су мен пайдалы заттар қайта қанға сіңіріледі. Яғни екінші кезеңде бізде жаңағы нефрон капсуласымен түскен су мен пайдалы заттар қайта қанға сүзіледі екен. Яғни қайта қанға келеді. Яғни бізде пайдалы заттар мен сулар, соның ішінде глюкоза, дәрі мен гормондар бізде екінші кезеңде бірінші кезеңде бізде сыртқа бізде несеппен шығып кетсе, екінші кезеңде осы бізде су және пайдалы заттар осы екінші кезең арқылы сыртқа шығып кетпейді екен, олар қайтадан қанға сіңіріледі екен. Бұл вена капилляры торлаған иілген бүйрек арналарында жүреді екен. Бұл процесс үшін бізде АТФ энергиясы жұмсалады екен. Бізде бірінші кезеңде жоғары қысымда жүрсе, екінші кезең бізде АТФ энергиясы арқылы жұмсалады екен. Мына су мен пайдалы заттар капилляр қабырғасы арқылы қайта қанға өтеді екен. Осы жер бойынша келеді. Қай кезеңде су мен пайдалы заттар капилляр қабырғасы арқылы қайта қанға өтеді деп осы сұрақ келеді. Дәл осы жер ентіда. Бұл бізде қайта сору, реабсорбция деп аталады. Ал зиянды заттар, несеп нәр, зәр қышқылы кейбір тұздар арна ішінде қалып, екінші реттік зәрде түзеді екен. Тәулігіне шамамен қанша? 1,5 литр бізде екінші реттік, яғни қайта сору. Көрмей қалуға жер. Екінші реттік зәр бөлінеді екен. Сонда бізде бірінші кезеңі сүзілу кезеңі, екінші кезеңі қайта сору кезеңі деп айтылады екен. Немесе бұны екінші реттік зәр түзілу, сүзілу кезеңін бірінші реттік зәр түзілу кезеңі деп атайды екен. Бірінші реттік сүзілу кезеңін фильтрация деп атайды екен, екінші сөзбен қайта соруды реабсорбция деп атайды екен. Қайта соруда бізде не дейді? Су мен пайдалы заттар қайта қанға сіңіріледі екен. Осылай келеді ентіда. Ентіда келеді сүзілу кезеңі екінші баламасы фильтрация деп табыламыз. Бұл бізде жоғары қысымда жүреді. Бұны бізде бірінші реттік зәр деп атайды. Тәулігіне шамамен 1,5 литр бірінші реттік зәр түзіледі, немесе 150 миллилитр бірінші реттік зәр түзіледі екен. Екінші кезең бізде қайта сору немесе реабсорбция деп аталады. Бұл кезеңде бізде су мен пайдалы заттар капилляр қабырғасы арқылы қайта қанға
кері оралады екен. Түсінікті ма? Осы жері түсінікті ма? Сонда бізде зәр түзілу үдерісі бізде нефронда жүреді екен. Ол бізде екі кезеңнен тұрады екен, иә? Сүзілу кезеңі және қайта сору кезеңі. Сұрақ бар ма осы жерден? Сүзілу кезеңі бірінші реттік зәр деп атаймыз, қайта соруды екінші реттік зәр деп атаймыз. Сұрақ бар ма? Сұрақ. Келесі онда. Келесі біздің зәрдің шығарылуы. Яғни бізде зәр қалай шығарылады? Бізде барлығымыз білеміз, жаңа айттым, көп шатастырады бізде жаңағы бізде сыртқа шығару мүшесінің негізгі мүшесі, немесе зәр шығару жүйесінің негізгі мүшесі десе, барады да адреналин гормоны бірден тез бөлініп кете ма, ол оқушыларда қуанып кете ма, оңай сұрақ деп барады да қуықты белгілеп қояды. Бірақ бізде жаңа айттым, осы зәр шығару мүшесінің негізгі мүшесі бүйрек. Ал бізде зәр жинақталатын орын деп келсе, ол кезде бірақ сіздер қуықты белгілейсіздер. Сонда қуық бізде зәр жиналатын орын болып табылады. Осы бізде жалпы бізде осы қуық толғаннан кейін рецепторлар сезіп миға белгі жіберіледі, яғни сыртқа шығам деген белгі жіберіледі екен. Бұл бізде 2 жастан бастап бала зәр шығаруды басқара алады, яғни бізде бұл саналы түрде зәр шығару бізде саналы түрде жүреді, яғни бізде үлкен ми сыңарлары арқылы, үлкен ми сыңарларда болады, бізде осы зәр шығарам, яғни сыртқа шығарам деген белгі бізде үлкен ми сыңарлары арқылы жүзеге асады екен. Яғни не істейді бізде? Бұл орталық не істейді зәр шығаруда? Қуық бізде жалпы қыртысты қабат болып тұрады, жаңа айттым, қуық бізде қыртысты қабат. Сол кезде қыртысты қабат, яғни бізде қуығымыз толған кезде сол қыртысты қабатымыз жазылады да, ол кезде миға сигнал келеді. Яғни бізде миға сигнал келеді. Ол бізде 8 көз бөлімде орналасады. Жалпы 8 көз бөлім арқылы сигнал келеді, сыртқа шығам деген. Сол кезде біздің сигнал біздің миымызға жетеді, ол үлкен ми сыңарлар арқылы. Сол кезде сіздер өзі бірден білесіздер сыртқа шығу керектігін. Ол бізде 2 жастан бастап өзі ол адам миында не істейді? Қалыптасатын белгі болып табылады, яғни саналы белгі бізде зәрдің шығарылуы. Қуық жиырылып, зәр шығару түтігі арқылы сыртқа шығады, яғни қуық жиырылады, зәр шығару түтігі арқылы сыртқа шығады. Жаңа қуықтың қыртысты қабаты жазылады, сол арқылы бізде қуыққа зәр толған кезде бізде зәр шығару түтігі арқылы несеп сыртқа шығарылады. Ерлер мен әйелдерде зәр шығару жолы әртүрлі қызмет атқарады. Бізде ер адамдарда қуық бізде жыныстық, сонымен қатар зәр шығару, яғни зәр шығару жүйесін атқарса, әйелдерде ол тек зәр шығару жүйесін атқарады екен. Мына осы сұрақта келіп кітапта жазылып қойған. Ерлер мен әйелдерде зәр шығару жолы, яғни қуық жаңағы жыныс мүшесі бізде ерлер мен әйелдерде 2 түрлі қызмет атқарады. Бізде ерлерді жыныс мүшелері жаңағы жыныстық жүйе және сонымен қатар жаңағы зәрді шығаратын орган ретінде атқарса, әйелдерде ол жыныс мүшесі емес, тек қана зәр шығаратын қызмет атқарады екен. Қуыққа шамамен 500 мл зәр сияды екен. Түсінікті ма? Келесі бізде бүйрек пирамидалары. Бүйрек пирамидалар дегеніміз не? Бүйрек пирамидалар дегеніміз микроскопсыз көрінетін бүйректің ішкі қабатында жинақталған жіңішке жіпшелер. Қазір көрсетемін сіздерге. Бұл ентіде сұралады. Міне, кітапта оның суретін белгілеп қойған. Міне, бүйректің жарып көрсетілген құрылысы. Міне, 3 санымен бізде бүйректің пирамидалары көрсетілген. Мынаны қараңыздар, бүйректің пирамидалары бізде 2 санымен көрсетілген. Жіңішке жіпшелер тұрма, пирамидаларға ұқсас, міне. Осыны бізде бүйректің пирамидалары деп атайды екенбіз. Ол бізде бүйректің пирамидаларын атқаратын қызметі қандай? Бізде микроскопсыз көрінетін бүйректің ішкі қабатында жинақталған жіңішке жіпшелерді бүйректің пирамидалары деп атаймыз. Олардың пішіні шынымен негізгі сырты бізде қыртысты қабатқа қараған пирамидаға ұқсайды екен. Сондықтан оларды бүйректің пирамидалары деп атайды екенбіз. Бүйректің пирамидаларының төбесі бүйрек астауының тостағаншасына айналады екен. Астау дегеніміз не? Бізде ми қабатынан басталатын, несеп ағарға шығатын кішкентай қуысты атайды екенбіз.
астау дегеніміз осындай деп кітапта тек қана осы бір сөйлем жазып қойыпты. Астау дегеніміз ми қабатынан басталатын, несе бағарға шығатын кішкентай қуыс. Мен оны ашып түсіндірейін, жалпы астау дегеніміз не. Астау дегеніміз бізде осы қазір астау дегеніміз бізде толық түсіндірмесі бүйректе түзілген екінші реттік зәр бүйрек пирамидалардың төбесінен тостағанша арқылы астауға құйылады. Яғни бізде екінші реттік зәр бүйрек пирамидалардың төбесінен тостағанша арқылы жаңағы астауға құйылады. Яғни зәр бізде астауға құйылады. Астау сол тостағаншадан келген зәрді жинайтын және несеп ағарға өткізетін құрылым. Сонда астау деген түсінікті ма? Бізде зәрді жинайтын және несеп ағарға өткізетін құрылым. Жаңа зәрді бізде сыртқа шығаратын, яғни сыртқа шығаратын ең соңынан несеп ағар бар ғой, соған өткізетін құрылымды біз астау деп атайды екенбіз. Бұл зәрдің бүйректен сыртқа қарай ағуын қамтамасыз ететін өтпелі аймақ бізде астау болып табылады. Астау бүйрек қақпасы, яғни маңында орналасқан екен. Қысқаша айтқанда, астау зәрді бүйректен несеп ағарға өткізетін қуыс бөлімді астау деп атаймыз. Міне, бүйрек астауы мына суретте көрсетілген. Пирамидалар айттық, жаңа жіпшелер тәрізді, шынымен пирамидаларға ұқсайды деп. Міне, мынау пирамида, тоже пирамидалардың барлығы. Ал астау дегеніміз мынау. Түсінікті ма осы жері? Астау дегеніміз не екені? Бүйректен шыққан зәр несеп ағарға қолқау деймін. Иә, дұрыс. Эфир сақталады. Осы жер түсінікті ма астау дегеніміз не екені? Астау дегеніміз зәрді бүйректен несеп ағарға өткізетін қуыс бөлімді астау деп атайды екенбіз. Келесі бізде енді жалпы айттық жаңа, зәр шығару жүйесінің басты мүшесін бүйрек деп айттық. Енді қосымша мүшелері туралы айтайық. Зәр шығарудың қосымша мүшелері бізде несеп ағар, қуық, зәр шығару түтігі болып табылады. Бұл бізде қуыс ішкі мүшелер деп те аталады екен. Олар ас қорыту жүйесі мүшелері, қан тамырлар немесе тыныс алу жолдары сияқты бізде осы несеп ағар, қуық, зәр шығару түтігі 3 қабаттан тұрады екен. Бізде ең бір сыртқы қабаты, яғни тығыз дәнекер ұлпасынан тұрады. Ортаңғы қабаты бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасынан құралған, ал ішкі қабаты бізде қандай? Эпителий ұлпасынан құралған екен. Бұлардың бізде әрқайсының өзінің атқаратын қызметі бар. Бізде соның ішінде несеп ағардың қызметі қандай екен? Зәрді бүйректен қуыққа дейін жылжыту бізде несеп ағардың қызметі, зәрді жинау және уақытша сақтау бізде қуықтың қызметі, ал бізде зәр шығару түтігінің қызметі зәрді ағзадан сыртқа шығару болып табылады екен. Сонда бізде несеп ағар, қуық, зәр шығару түтігі бізде не болып бізде қуыс ішкі мүшелер болып табылады екен. Яғни бізде зәр шығару жүйесінің қосымша мүшелер бізде несеп ағар, қуық, зәр шығару түтігі. Олардың әрқайсының атқаратын қызметі бар. Қуықта бізде зәр жинау және уақытша сақтау қызметін қуық атқарады, ал бізде зәр шығару түтігі зәрді ағзадан сыртқа шығарады, ал бізде несеп ағар зәрді бүйректен қуыққа дейін жылжыту қызметін атқарады екен. Осы үш құрылыстың бізде үш мүше бізде үш түрлі қабаттан тұрады екен. Сыртқы қабат, ортаңғы қабат және ішкі қабат. Сыртқы қабаты бізде тығыз дәнекер ұлпасынан, ортаңғы қабаты бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасынан, ал ішкі қабаты эпителий ұлпасымен қапталған екен. Түсінікті ма? Жалпы осы енді келесі осы тест тапсыру арқылы біздің түсінгенімізді бекітейік. Бірінші сұрақ, бүйректің негізгі қызметі қандай дейді? Бүйректің негізгі қызметі қандай? Қай вариант дұрыс? Тыңдап отырсаңыздар, қай вариант дұрыс? Бүйректің негізгі қызметі. Бірінші тамақтану дейді. Тамақтану деген бұл ненің қызметі бұл? Так, қайсы дұрыс жауап? Комментарияға жазамыз. Чатқа жазамыз астына. Бекіту тесті.
бүйректің негізгі қызметі: А вариант тамақтану дейді, Б вариант қандағы қалдық заттарды түзу және зәр түзу, С өсімдіктердегі фотосинтездеу, иммундық жауапты қалыптастыру дейді. Дұрыс жауап бізде қай жауап? Жанерге дұрыс айтады. Бізде дұрыс жауап Б не? Қандағы қалдық заттарды түзу бізде осы бүйректің негізгі қызметі болып табылады екен. Бұл вариант, тамақтану дегеніміз бұл бізде ас қорыту жүйесінің қызметі, өсімдіктегі фотосинтездеу бұл бізде өсімдіктерге қатысты, иммундық жауапты қалыптастыру бұл иммундық жүйенің қызметі болып табылады екен. Сонда бізде дұрыс жауап Б варианты болып табылады екен. Келесі, нефрон не деп аталады дейді. Нефрон бүйректің макроскопиялық бөлігі дейді. Макроскопиялық бөлігі емес, керісінше бұл бізде бүйректің микроскопиялық бөлігі болып табылады, макроскопиялық бөлігі емес, керісінше микроскопиялық бөлігі. Микроскопиялық бөлігі. С несеп шығару түтігі. Дұрыс емес. Д қан тамырлар желісі. Жалпы бізде нефронда жаңа қан тамырлар болады, артерия және вена деген. Бірақ бізде нефрон қан тамырлар желісі емес. Қан тамырлармен қамтамасыз етілген, бірақ бізде қан тамырлар желісі деген ол же қате түсінік болып кетеді. Несеп шығару түтігі. Ненің қызметі бұл? Есеп шығару қуық, бұл. Сонда бізде дұрыс жауап қайсысы? Дұрыс жауап бізде В варианты болып табылады екен. Келесі, нефронда зәр түзілу процесі неше кезеңнен тұрады? Жаңа айттық, неше кезеңнен тұрады? 3-тің жауабы. Нефронда зәр түзілу процесі неше кезеңнен тұрады? Үш кезең ба? Қарастырамыз, жаңа айттық, бізде нефронда зәр түзілу кезеңі 2 кезеңнен тұрады деп айттық қой. Түзілу кезең және қайта сору кезеңі. Сонда біздің жауабымыз қай жауап дұрыс? Сонда бізде В деген вариант дұрыс болады екен. Келесі, сүзілу кезеңінде қандай компонент нефрон капсуласына өтеді? Сүзілу кезеңінде бізде барлық қан клеткалар деген қате, барлық ауыздар деген қате, тек май деген де қате. Сонда бізде В вариант дұрыс болады екен. Келесі, қайта сору немесе реабсорбция кезеңінде не қайтарылады? Жаңа айттым, не қайтарылады? Қайта сору кезеңінде қанға не қайтарылады? Тек майлар емес, тек еріген заттар қайтарылады. Қайта соруда. Қайта сору кезеңінде қанға не қайтарылады? Пайдалы заттар мен су, яғни қажет молекулалар дейді. Осы бізде дұрыс жауабы болып табылады. Зиян заттар мен қалдықтар керісінше бұл шығарылады, тек су емес, сонымен қатар пайдалы заттар да кері қайтарылады. Тек су деген бізде қате, барлық қан дейді. Барлық қан деген бізде не бұл? Дұрыс емес, кері қайтарылмайды. Келесі, бүйректегі несеп ағардың қызметі қандай? Ақбота қандай? Бүйректегі несеп ағардың қызметі? Бүйректегі несеп ағардың қызметі қандай?
Иә, бізде есеп ағарының қызметі зәрді бүйректен қуыққа жеткізу, яғни тасымалдау қызметін атқарады екен. Бізде дұрыс жауабы А вариант болып табылады екен. Бізде қуықтың негізгі қызметі не? Яғни қуықтың негізгі қызметі қандай? Айттық, зәрді уақытша сақтау бізде қуықтың негізгі қызметі болып табылады екен. Келесі, зәр шығару түтігінің қызметі қандай? Зәрді қуыққа алып келу дейді. Зәрді ағзадан алып келу емес, керісінше ағзадан шығару, қанды сүзу дейді. Жоқ. Су мен иондарды сіңіру дейді. Қате. Сонда бізде зәрді шығару түтігінің негізгі қызметі зәрді ағзадан шығару екен. Келесі, бүйрек пирамидалардың төбесі неден түзілген дейді. Бүйрек пирамидалардың төбесі неден түзілген? Бізде нефрон капсуласымен бағытталған ұсақ құрылымдардан түзілген. Бізде бүйрек пирамидалардың төбесі бізде нефрон капсулалардан бағытталған ұсақ құрылымдар болып табылады екен. Келесі, жаңа айттым, астау дегеніміз не? 10-шы сұрақтың жауабын жазайық. Жаңа, астау дегеніміз не сонымен? Жаңа айттым, астау дегеніміз зәрді қуыққа бағыттайтын кішкентай қуысты біз астау деп атайды екенбіз. Келесі бізде 11-ші сұрақ, нефрон капсуласында зәр түзілудің бірінші реттік кезеңінде қанның қандай бөлігі өтеді дейді. Яғни бірінші реттік кезеңде нефронда қанның қандай бөлігі өтеді екен. Бізде А жауабы лейкоциттер, Б жауабы эритроциттер, С жауабы плазма, Б барлық компоненттер. Қайсысы дұрыс жауап болып табылады? Чатқа жазайық. С-ма дейді. А-ма дейді. Қайсысы дұрыс жауап бізде? Дұрыс, плазма болып табылады, жаңа айттық. Келесі бізде 12-ші сұрақ, реабсорбция процесі кезінде қандай заттар қанға қайтарылады? Жаңа айттық, реабсорбция бізде зәр түзілудің екінші реттік кезеңі деп айттық. Екінші реттік кезеңде қанға қандай заттар қайтарылады? Зиянды заттар дейді. Керісінше зиянды заттар шығарылады, қалдық өнімдер керісінше бізде олар шығарылады, пайдалы заттар мен су дейді. Осы бізде дұрыс жауап болып табылады, дұрыс айтасыз. Тамақ қалдықтары бізде қате. Сонда бізде 12-нің жауабы бізде С болып табылады екен. Келесі бізде 13-ші сұрақ, зәр түзілу процесінде қан қысымы қай кезеңде негізгі рөл атқарады? Айттым, жаңа қай кезеңде қан қысымы негізгі рөл атқарады, және жоғары болады дедім. 13-те 12-сі дейді, молодец. 13-ше Жанерке, Ақбота. Дұрыс айтасыздар. Қандай? Сүзілу кезеңде, немесе сүзілу кезеңі екінші балама атауы қалай деп келеді дедім? Фильтрация кезеңі деп те аталады. Фильтрация кезеңі. 14. Зәр шығару жүйесінің мүшелері қалай ұйымдастырылған дейді. Жаңа айттым, бізде зәр шығару мүшелері бізде, яғни қосымша мүшелері бізде тыныс алу мүшелері сияқты бізде 3 қабаттан тұрады деп айттық. Бізде қандай? Сыртқы қабаты дәнекер ұлпасы, ішкі қабаты бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасы, ал ішкі қабаты бізде эпителий ұлпасы деп айтқан болатын. Сонда бізде 14-нің жауабы Б варианты болып табылады екен. Бойы. 15-ші сұрақ, соңғы сұрақ, сабақ түсінікті болды ма? Бүгінгі зәр шығару мүшесі. Бәсе, жауабын кешке батыр. 15-ші сұрақ қалай? 14, молодец. Дұрыс.
Мгм. Иә, арамызда 60 секунд па, мен сөйлеген сіздерге 60 секундтан кейін жетеді, ал сіздердікі то же самое сондай болады. Неде ютубта. Мхм. Сабақ түсінікті болса, онда сіздерді құттықтаймын. Сен +5 балл иелендің бүгінгі сабақта қарасаң. ұбт-да дәл осы сұрақтар алдыңнан кездессін деп тілеймін. Бүгінгі еңбегің ертеңгі жетістігіңе айналсын. Келесі кездескенше жеңіске осы биоқызық каналымен бірге жетейік. Бүгінгі сабақ ұнаса, осы лайк басып, реакция жіберейік астына. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, маған жекеме шығып сұрасаңыздар болады. Немесе слайд керек болса. Рахмет. Жақсы, онда оқушылар шыға берсеңіздер болады.